Сәлеметсіздер ме, өнерсүйер қауым? Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнер музейінің бүгінгі қонағы сәнді қолданбалы қолөнер шебері, ұлағатты ұстаз Қуандықов Әсет Раулевич. Бүгін сіздердің назарларыңызға шебер өз шәкірттерімен бірге теріден тұмарша жасау шеберлік сабағын ұсынады. Әсет Раулевич бұл шеберлік сабаққа өзі ұстаздық етіп жүрген Шүлбі жалпы орта білім беру мектеп кешенінің 7-ші және 5-ші сынып оқушылары мен 3 бірдей тұмарша жасау техникаларын көрсетеді. Шебердің айтуынша, бұл шеберлік сабаққа қажетті материалдар жиынтығына былғары, қайшы, пышақ, тері тескіш құралы, пыва желім, тұмарша нобайын түсіруге арналған картон қағаздар мен циркуль, ағаш бөлшегін суреттеуге және тесуге арналған бор машинкасы мен тескіш аппаратты қолдануға болады. Үш бұрышты тұмаршаны жасау барысында шебер алдымен қатты картон бетін таңдап алды. Оған шеңбер сызып, ортасына негізгі үш бұрыштың нобайын түсіруде. Сызықтарды дәлме-дәл түсіру үшін қарапайым циркульдің көмегімен бүйір теңдіктері сызбаларын жасауда. Оның дәл ортасын үш бұрыштылап ойып алу үшін және кішірек формадағы үш бұрышты сызып, пышақтың көмегімен қиып алуға тырысады. Келесі жұмыс дайын болған үшбұрыш картонды былғары бетіне қойып, қарындашпен нобайын сызу. Шебердің айтуынша, былғары бетіне түсірілген үшбұрыш нобайы картон шетінен 2-3 мм-дей артығырақ алу керек. Себебі оның артық көлемдері картон қиындысын толығымен қаптап жіберуге қажет екен. Дайын болған былғары нобайы 2 дана етіп қиылады. Ол тұмаршаның беткі және артқы қаптамаларын жабыстыруға арналады. Шеберлік сабағы барысында қолдары шебер қыздар ұстаздарынан үйренген алқаны өру тәсілдерін жасауда. Мұнда шебердің айтуынша, шеңберге оратылатын былғары кесінділерінің әрдайым ұзынырақ болғаны дұрыс дейді. Бірыңғай жіңішкелеп кесіліп алынған былғары талшықтары шеңберді айландыра байлап бекіту тәсілімен орындалуда. Шебер үш бірдей тұмар алқалардың орындалуының қайсы бір болмасын, оларды жасау процесінде барынша мұқият болуды ескертеді. Өйткені желімге қатырылған соң өзгерту оңай болмайтындығы анық. Ағаш бөлшегінің беткі бөліктерінің тегіс шығу үшін Ануар ағашты арнайы жонғыш қағазбен жонып өңдеуде. Ұстазының түсіндіруімен арнайы тескіш құрал арқылы тесу әдісін көрсетуде. Ағаш бөлшегінің жоғарғы және төменгі бөлігіндегі бұл тесіктер сәнді шашақ пен бау жіптерін орнату үшін қажет.
Шебер ендігі кезекте кордон бұрышының нобайын былғарыдан кесіп алынған қаптама бұрыштарымен екі жағын желімдеуде. Желім кепей тұрып, тұмаршаның орта тұсын қайшы ұшымен үш бұрыштап ойық орнатуда. Бұл ойық тұмаршаның орта тұсындағы әшекей орнатуға арналған. Келесі процесс дайын өнім желімдерін бастырып кептіру. Тұмарша жасаудағы ең қызықты сәт тұмаршаға әзірленетін шашақтар. Тұмаршаға тағылатын шашақтарды әзірлеу барысында шебер былғарыдан үш бірдей шаршы кесінділерін теңдей кесіп алуда. Келесі сәтте қайшымен жеке-жеке қиындылап, оны арнайы былғары жіптерге желіммен отырғызуда. Шашақтағы тағылған алқа ағашының беткі жағын безендіру үшін қажетті бейнелі өрнектерді қарындашпен түсіру процесі. Бейне сызығынан бойлай күйдіруді ыстық қаламмен бастырып шығуға Ануар өте керемет машықтанған. Ануар осы ағаш бетін күйдіріп суреттеуге кішкентай кезден өте қолы шебер оқушылардың бірі. Кейінгі кездері мұндай шағын алқаларды безендіруде нақты өрнектерге қарағанда тарихи мағыналы немесе генеалогиялық мәні бар таңбалы бейнелердің кең етек алғандығын байқаймыз. Әрине, бұл сән әлеміндегі өте қажетті дүниелер деп айтуға болады. Шебер үшбұрышты тұмаршаға заманауи сән беру үшін тұмардан түсірілген шашақтардың бойына және мойынбаудың екі қапталына ұсақ темір әшекейлерді өткізуде. Шебердің айтуынша бұл тұмаршалардың көзге тартымдылығын арттыратындығын айтады. Шеңберлі алқаны тоқып аяқталу тұсында алқаға ілінетін ілгіш жіптің өте күрделі жолмен орындалып шығарылатындығын көреміз. Оның өзі сұйық желіммен қатырылып, таңдап алынған былғары жібіне бекітіледі екен. Өрімді алқалар әзірлеуде қыз балалардың орындап жатқан алқаларының сәнді әрі шашақты болуына барынша ден қоюы байқалады. Шеңбер тоқымалары арасына темір ілгіштердің көмегімен былғары жіптердің бекітіп, желім арқылы бекіту тәсілі байқалады.
Шебер оқушыларға шеңберлі алқаларға бір талдап орналастырылатын шашақ тілімдеріне түстік үйлесімдері сәйкес ағаш моншақтарды орналастырып жабыстыру әлдеқайда тиімді екендігін түсіндіруде. Сабақ барысында мойын жіптерімен бекітіліп, сәнді шашақтар тағылған алқалар жиынтығы аралас материалдардан құрастырылған, әп сәтте көз жауын алатын дәстүрлі дүниеге айланғандығын көреміз. Оқушылар мен шебердің бірлескен алқа мен тұмаршалар жасау шеберлік сабағы өз мәресіне жеткендігін байқаймыз. Сабақ барысында әртүрлі құралдарды пайдалана отырып, аралас техникада орындалған 3 түрлі алқалар өзіндік заманауи стилімен көз жауын алатындығы жасырын емес. Құрметті көрермендер, осымен қолөнершілеріміздің бізге ұсынған тұмарша жасау шеберлік сабақтары өз мәресіне жетті. Өнегелі өнер иелерінен үйренеріміз көп болсын, қош сау болыңыздар. Назарларыңызға ұсынушы редактор, музей қызметкері Әлия Әбілханқызы.